достар. Сәлем достар, қайырлы күн. Біздің YouTube каналдың ерлеріне арналған видео болсын. Біз қазір Шамин қаласындағы мынандай машиналардың шығаратын осы қаладағы заводына келдік. Жүріңіздер, бағасын, қандай машиналары бәрін таныстыратын боламыз. Біздің қазақтардың және Қытайдың билігі айдайтын, Қытайдың өзінің тексерісіне өткен бұл Ли деген машина біздің қазақтардың ішінде де қатты сұранысқа ие, және бағасы да әрине соған сай. Өйткені әлем бойынша қандай машинаның мүмкіндіктері бар, тек қана осыда деп айта аламын. Өзіме де қатты ұнайды. Ли. Ал Қазақстанда Кобальтқа таксистер, бұл жерде осы маркадағы машина Қытайдың Кобальты деуге болады. Бағасы да арзан, нелері де бағасына сай өзінің несі бар енді. Кобальт сияқты, почти Кобальт деуге болады, просто электрический. Ал достар. Шаңқа айта аласыз, мысалы, біздің халық арзан машина алғысы келеді, қолжетімді машина. Осы кісілер бізге жеңілдікпен алып бере ала ма екен? Бағасына андай-мындайына алаңдамаңыз, түсіретін жерде түсіріп береміз. Онда Теслаң қаншаға береді? Айтады, мына жақтарының бәрі бір қолдық дейді, алғы екінші адамнан, үшінші адам болып бейтін да. 是不是一手报价格，他就知道有没有优势呢？ Айтады, бірінші қолма емес па, бағасын айтқанда белгілі болады дейді. Сондықтан бірінші қолдың бағасы өте арзан болады дейді. Екінші қол машиналар дейді, ана сапасы жақсы, жаманы да бар дейді. Өйткені суға қыдырып кеткен машиналар, андай-мындай машиналар көп емес па? Бұлар ше бізге прайс каталог бере ала ма? Қандай машина бағасы ше сондай ше? Андай ше бейт тізім болады ғой. Дубай жақта да хит болып жатыр мына Тесла, андай топ машиналары хит болып жатыр. Осылар Дубайға, басқа мемлекеттерге, көптеген мемлекеттерге осылар машина. 看你车型，因为车型有好几千块。 Шекараның ана налог тапсыратын жері бар ғой, растамашқа, сол жеріне жеткізіп береміз дейді. Сұрашы, оплатасын мысалы қалай төлейді? Бірақ па, или бұлай алғасын ба енді? Сіз заказ бергеніңізде 20 францетін төлейсіз. Машинаны басып кеткенде 100 францетін бірақ төлейсіз. Қалған 80 францеті бар ғой, соны бірақ төлейсіз. Сіздер заказ берген соң дейді, заказ беріп қойып алып кеткенде машинаны аты дейді сіздердің. Қош, осы Қытайдан бізге аударып береді. Бұлар фото, видеосын жіберіп, сол дәлелдеп береді. Ең арзан бағада машина жүріп жатқан кісімен келістік. Ал достар. Достар, қараңыздар, Тесла, қазақтардың арманы. Қараңыздар, не деген тигр. Керемет, йо-майо. Қазір бағасын білетін боламыз. Достар, қараңыздар, Тесла, йо-майо, іші деген енді. Шикардостың атасы небәрі 16 миллионға, ойлаңыздар, 16 миллионға біздің Қазақстаннан әйтеуір болмай қалған кроссовер аласың ғой. Мына жерде деген Тесла, еще су жаңа салоннан бантигімен алып шығасыздар да, шығамыз да, сіздерге жеткізе аламыз. Қараңыздар. Ой, мынаның арты. Достар, қараңыздар. Көп жігітпін деген жігіттің арманында машина ғой, BMW. Бірақ бұл енді қыздардың айдаған редкі көресің, бұл енді нақ еркектердікі деп айталам. Дауысы да, айдайтын өзінің айдау барысы да, ішіндегі құрылысы да, құдай сақтасын. Супер машина тоже. Бірақ енді на любителя. Машина тоже киім сияқты ғой, біреуге ақ киімін айт, біреуге көйлегін айт, біреуге шалбарын айт деген сияқты. Тема. Ал достар. Бұл жерде, вау, дейді. Шешеден басқа ештеңе айтпайды.